Ол әлсіздіктің бірінші проблемасы еркектердің көз тыймауында негізі. Өйткені еркектегі бар қасиет қой ол тестостерон деген. Еркекті өзі әйел көрсе алақ жұлақ етіп тұратындай қылып жаралған ол. Бірақ Аллах тағала әйелдерге жабыныңдар, әурет жерлеріңді жабыңдар деместен бұрын обращение бірінші еркекке айтады. Сендер әйелді көрген кезде мынау назарларың төмен түсіріңдер. Яғни демек бірінші вызов еркекке лақтырып тұр. Сен көзді тыю керексің. Өйткені еркектің бойында бар болып тұр алақ жұлақ ету. Одан соң әйелдерге обращение жасалып тұр. Яғни еркектің бірінші міндеті төсекте әлсіз болмау үшін ол көзін тыю керек. Екінші, денсаулығын күту керек. Денсаулық күтпегеннен кейін неше түрлі проблемалар болады. Яғни көз тыю деген не бұл? Неше түрлі санды төсті көріп алғаннан кейін өзінің үйдегі некелі жары мынау ми той болады ғой программаға. Уже мынау қызық емес болып тұрады да. Қанша жалаңаш тұрса да халал әйелі өзіне қызық емес болып тұрады. Сол себепті де ол төсек мәселесіне өте слабый болады.